Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен балалық шағымыздың балдамы өте дәмді әрі жүмсақ лакомкалар дайындайтын боламыз. Құрамындағы заттары да өте қарапайым, жасау жолы да оп-оңай. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, дәл менің рецептім бойынша дайындап көріңіздер. Ендеше лакомкаларымызды жасап бастайық. Ең әуелі алдын ала електен өткізіліп, өлшеніп тұрған ұнға жұмсақтау сары майымызды салып, қолымызбен осылай араластырып, жақсылап үгетіп аламыз. Осылай бір келкі болуы керек. Енді жылы сүтімізді алдын ала өлшеп дайындап аламыз және осыған қантымызды қосамыз, жақсылап араластырамыз және де бір жұмыртқамызды қосып, тағы да шанышқымен бір келкі болғанша жақсылап араластырып алатын боламыз. Және ең соңында құрғақ аштығымызды салып, тағы да массамызды араластырамыз. Сүтіміз жылы болу керек. Енді осы сүтті жаңағы қамырға құйып, бірінші қасықпен әрі қарай қолыңызбен араластырып алсаңыз болады. Біздің қамырымыз өте жабысқақ, жұмсақ болып шығады. Артық ұн сеуіп қажет емес. Енді осы қамырдың үстіне сұйық майыңызды құйып, қамырды осы сұйық маймен жақсылап илеп, қазір бетін жауып, жылы жерге қойып қоятын боламыз. Сұйық майды барлығын бірден құйып жібермедім, екіге бөліп құйып алдым. Осы қамырымның ыңғайына қарай. Енді осы сұйық маймен басып илеп, ыдысымның бетін жауып, жылы жерге орап, шамамен 1-1,5 сағатқа қамырым көтерілгенше қойып қоятын боламын. Шамамен менде 1,5 сағаттай қамырым жылы жерде тұрды, оралып, осы уақыт аралығында жақсылап көтеріліпті. Енді осы қамырды бірнеше бөлікке бөліп алатын боламын. Шамамен дәл біздің қамырдан 15 дана лакомка шығады. Әр қайсысын 70 грамм, 80 граммнан өлшеп алдым. Әрі қарай кесіп болған соң қолыңызбен осылай дөңгелектеп пішін беріп алсаңыз болады. Оқтаулап жазғанға ыңғайлы. Енді әрбір қамырымызды оқтаулайтын боламыз. Біздің қамырымыз өте нәзік, жұмсақ, артық ұн сеппейміз, ұн сеуіп қажет емес. Осылай оқтаулап тым қатты жұқа қылмай, не қалың қылмай, дәл осындай видеодағыдай пішін беріп аламыз. Қазір дәл осы күйінде біз пешке салып пісіріп алатын боламыз. Тағы да сіздерге түсінікті болу үшін бір-екі рет көрсетіп жіберейін. Қамырымызды оқтаулап, осылай екінші бетін келесі бетіне аударып, жауып қоя саламыз. Оқтауламай-ақта қолыңызбен жазып алсаңыз да болады. Қамырымыз себебі өте жұмсақ. Оқтаулап қойған қамырдың жарты бетін келесі бетіне аударып, осындай пішін беріп аламыз. Енді әрбір лакомкаларымыздың бетіне жұмыртқаның сарысын жақсылап жағып шығамыз. Осы уақытта пешті алдын ала қыздырып қоямыз. Пеш міндетті түрде алдын ала қызып тұрған болуы керек. Салқын пешке салсаңыз, біздің лакомкалар көтерілмей қалады. Және 180 градуста қызарғанша шамамен 25 минуттай пісіріп аламыз. Енді біз кремін дайындаймыз. Ол үшін сары май керек. Сары май негізі өте жұмсақ болу керек. Мен араластырып жұмсартып алдым сары майды. Және де сары майдың проценті жоғары болу керек міндетті түрде. Және осыған сгущенка қосамыз да араластырамыз. Болды. Осымен біздің креміміз дайын. Жаңағы сары майдың проценті неліктен жоғары болу керек? Себебі біз қазір лакомкаларымыздың ортасына бұл сары майды жағамыз. Егер проценті аз болса, майлылығы аз болса, лакомкалардың арасына жаққанда біздің сары майдың дәмі тіптен білінбей кетеді. Пештен біздің лакомкаларымыз шықты. Арасын осылай ашып, жаңағы алдын ала дайындап қойған сары майдан жасалынған кремімізді жағамыз. Жан жағына да жаңағы майлы кремімізді жағамыз. Енді үгетілген арахиске салып аламыз. Сонда кәдімгі дүкендегідей лакомка шығады. Бізде тағы да ортасына сары майымызды жағамыз. Сары майдың проценті міндетті түрде жоғары болу керек, яғни майлылығы жоғары болмаса, біздің лакомкамыздың арасынан сары майымыздың дәмі тіптен білінбей қалады. Сондықтан да сары майдың майлылығы неғұрлым жоғары, соғұрлым біздің лакомкамыздың да дәмі өте ерекше әрі дәмді болып шығады. Осымен біздің өте жұмсақ, балалық шағымыздың дәмін еске салатын өте дәмді лакомкаларымыз дайын болды.
міндетті түрде дәл менің рецептім бойынша дайындап көріңіздер. Және де достар, қазақша контентті қолдап, видеоларым ұнаса, каналым ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.